Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде сауда алаң бағдарламасы, студияда мен Диас Оразов. Кәсі индексі бүгін 0,6% жоғарылап 2315 пунктке теңесті. Индекс қоржындағы шарты акция бағасы жасыл сызықта саудаланса, енді бір жартысының бағасы керісінше арзандады. Өсуі үшін Қазатомөнеркәсіптің қарапайым акциялар бастады. Бағалы қағаздар құнының өсуінің негізгі драйвері компанияның 2019 жылға өндірістік мәліметтері болуы мүмкін. Компанияның уран өндірісін 5%-ға арттырғанымен сатылым көлемі 4%-ға жуық төмендеген. 2020 жылға компанияның өндіріске арналған болжамы сол күйінде 2019 жылға арналған болжаммен қалатын болды. Bloomberg агенттігінің болжауынша уран бағасы 2020 жылдың екінші жарты жылдығында $25 қымбаттауы мүмкін. Сондықтан акциялардың болашақ бағасына деген көзқарас позитивті. Қаржы нарығына келетін болсақ, қаржы нарығының ставкалары бүгін түрлі бағытта болды. Мемлекеттік құнды қағаздармен салған бір күндік репо операциясының табыстылығы 8% пунктке төмендеп, жылдық ставкасы 8,9%-ды құрады. Ал бір күндік доллар своптары жабылу уақытында жылдық ставкасы 8,2%-ға өсіп, өткен сауда күніне қарағанда 33% пунктке жоғарылады. ақш долларының ресми бағамы 1 теңге 12 тиынға төмендеп, 379 теңге 53 тиынға теңесті. Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы арзандап кеткеннен кейін қазіргі таңда қайта қалпына келуде. Коронавирустың өршуінен болған қауіп біршама сейілді, ал ОПЕК елдерінің кездесуі өндірісті аз ғана уақытқа болса да төмендетеді деп күтуде. Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 4-тер шамасында мұнайдың бір баррелінің бағасы $50.90 теңгейінде саудалануда. Мұнай бағасының қымбаттауы Ресей рубль мен ұлттық валютамыз теңгеге қолдау көрсетті. Дегенмен, валюталардың нығаюы нарықтағы жаңа айналымның жағымсыз қауіп-қатерімен байланысты. Сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам 379 теңге 53 тиын, сауда көлемі $111 миллион теңесті. Ресей валютасының бағамы 3 тиынға кемі 5 теңге 98 тиынды құрады. Ал евроның биржалық бағамы сауда нәтижесінде 1 теңге 23 тиынға төмендеп, 420 теңге 7 тиынға тең болды. Сіздермен эфирде болған сауда алаң бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.